Bir күні Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына бір сахаба келіпті, Убай ибн Каб деген. Содан кейін сол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр дейді, мен түнде тахаджуд намазында бір сағат уақытында жаңа дұға қыламын дейді. Сол кезде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам керемет қой дейді. Сол кезде Убай ибн Каб айтады, сұрайды, мен сол тахаджуд намазында сол дұға қыламын, соның бір 10-15 минутын салауат айтсам бола ма дейді. Сол кезде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи я Убай, бұл қандай жақсы нәрсе дейді. Түнде тұрып құлшылық істеуің керемет қой. Бірақ егер де сол салауаттың үстіне тағы салауат қоссаң, сен үшін хайырлы болады дейді. Содан кейін Убай ибн Каб тағы да, бұл сахаба ғой, керемет сахабалар, тахаджуд намазын күніге 1 сағаттан тұрып оқыған екен. 1 сағат уақытын дұғаға бөлген екен, тахаджуд намазына. Содан кейін Убай ибн Каб айтады, онда мен жарты сағатымды дұғаға арнаймын дейді, түнде жарты сағатын салауат айтамын дейді. Сол кезде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте керемет Убай ибн Каб, өте керемет Убай, бірақ егер де сол салауаттың үстіне тағы да салауат қосатын болсаң, сен үшін хайырлы болатын еді деп айтады. Сол кезінде Убай ибн Каб айтады, онда мен 1 сағатымды тек қана салауатқа арнаймын дейді ғой, тек қана салауат айтамын дейді. Сол кезінде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, 1 сағат онда түгел мен салауат айтамын дейді. Сол кезде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, я Убай, Алла бүкіл қайғы қасіретіңді сейілтіп тастайды дейді. Яғни бұдан не түсіндік біз? Түнде тұрып намаз оқымасаңыз да, егер оқимын деп оқи алмай жүрсеңіз не проблема, тұрыңыз да дұға қылыңыз, одан кейін салауат айтыңыз. Ал егер намаз оқып жүрген болсаңыз, тахаджуд намазын оқыңыз, дұға қылыңыз, одан кейін өзіңіз осы 1 сағат уақытыңыз салауатқа арнаңыз. Яғни Аллахумма салли аля сайидина Мұхаммад ва аля али сайидина Мұхаммад салауаттың түрі көп. Қайсын айтсаңыз өзіңіз білесіз. Намаздағы салауатты да айтсақ болады. Аллахумма салли, Аллахумма барик. Өз еркіңіз. Сонда Аллах тағала бүкіл проблемаларыңыздың барлығының ішіне, проблеманың ішіне бала да бар, қарыз, кредит, бала көтере алмау, бүкіл проблемалар бар. Бүкіл қайғы, қасірет проблеманың барлығын Аллах тағала не істейді? Жоқ қылып жібереді. Пендесі Алланың разылығы үшін түнде тұрып тахаджуд намазын оқып салауат айтқан үшін. Салауатты да біз білейік, біз салауат айтқан кезде Алладан бастаймыз, Алланың атымен бастаймыз. Аллахума деп бастаймыз. Сондықтан салауатты біз Алла арқылы айтады екенбіз. Түсіндік қой? Салауат тоқтатпай айтып жүрейік, иншаллах.